Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 41 сабақ. Егер видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Мәтін және оның түрлері. Біз бұл тақырыптан мәтін түрлерін білеміз. 17-ші жаттығу. Суреттерге қара, әрқайсының мазмұнына лайықты мәтінді таңдап ал. Бірінші, сынып оқушылары терезе алдындағы гүлдің топырағын қосытады. Оған уақытылы су құйып тұрады. Екінші, құмырадағы гүл өте әдемі. Оның қып-қызыл гүлдері көздің жауын алады. Хош иісі мұрныңды жарады. Үшінші, Айболға мұғалім ескерту жасады, өйткені ол гүлді жұлып алып мұғалімге ұсынған еді. Бірінші мәтінде кім және не туралы айтылған? Балалар алдымен не істейді, содан кейін ше. Болған оқиғаның ретін көрсетіп тұрған қимылды білдіретін сөздерді ата. Осы мәтінге қандай сұрақ қоюға болады? Бірінші мәтін оқушылар мен олардың гүлдің топырағын қопсытуы туралы. Мәтінде балалар алдымен гүлдің топырағын қопсытып, содан кейін су құяды. Не істеді деген сұраққа жауап береді. Келесі бізге берілген ережеге тоқтала кетсек. Бірден кейін бірі болатын әрекет пен оқиға жайлы айтылып, хабарланатын мәтін әңгімелеу мәтіні деп аталады. Әңгімелеу мәтініне не болды, не істеді сұрақтары қойылады. Қай мәтіннің сөйлемдері қандай гүл деген сұраққа жауап береді. Екінші мәтіннің сөйлемдері қандай гүл деген сұраққа жауап береді. Келесі, заттың немесе құбылыстың сын сипаты берілген мәтін сипаттау мәтіні деп аталады. Сипаттау мәтініне қандай сұрақ қойылады? Үшінші сурет пен оған мазмұны сәйкес келетін мәтінге назар аудар. Айбол неліктен ескерту алды? Өйткені Айбол өсіп тұрған гүлді үзіп алып мұғалімге ұсынған еді, сондықтан ескерту алды. Сен Айболдың орнында болсаң, мұғалімнен кешірім сұрар ма едің? Әрине кешірім сұрар едім. Үшінші сурет бойынша пайымдау мәтінін құрастыруға болады. Пайымдау мәтіні 3 бөліктен құралады. Бірінші бөлікте түсіндіруді, дәлелдеуді қажет ететін ой айтылады. Айболға мұғалім ескерту жасады. Екінші бөлікте түсіндіру, дәлелдеу пікірі беріледі, өйткені ол гүлді жұлып алып мұғалімге ұсынды. Үшінші бөлікте қорытынды пікір беріледі. Ол кінәсін мойындап мұғалімнен кешірім сұрады. Пайымдау мәтініне неліктен сұрағы қойылады. Осы ережені мұқият оқып түсініп аламыз. Келесі 18-ші жаттығу. Суреттерге қарап, біздің сынып тақырыбында әңгімелеу, сипаттау мәтіндерін құрастырып көр. Қай мәтін түріне сурет берілмеген? Әңгімелеу мәтініне не істеді, ал сипаттау мәтініне қандай деген сұрақ қойылады. Енді біздің сынып тақырыбына осылай әңгімелеу мәтінін құрастырайық. Бүгін біздің сыныпта жаңа сабақ өттік. Мұғалім тақтаға мысал жазып, оқушылармен бірге тапсырма орындады. Балалар мұғалімді мұқият тыңдап отыр. Сабақ қызықты өтті, барлығы белсенді қатысты. Мұнда әңгімелеу мәтіні себебі не істеді деген сұраққа жауап беріп тұр. Келесі сипаттау мәтініне сөйлемдер, яғни мәтін құрастырып жазайық. Біздің сынып өте жарық және таза. Терезенің алдында гүлдер өсіп тұр. Үстелдер мен орындықтар жаңа, тақта үлкен және жасыл түсті. Сыныбымызда бәрі жинақы, әдемі және жайлы. Бұл бізде сипаттау мәтіні себебі қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Міне осылайша дәптерге қатесіз әдемілеп жазып аламыз. Егерде сөйлемдер ұнамаса, өз ойларыңызбен басқаша етіп жазуларыңызға болады.
Келесі пайымдау неліктен деген сұраққа жауап береді. Пайымдау мәтініне қандай сурет салуға болады? Сызбаны пайдаланып мәтінін құрастырып жаз. Дәлелденетін пікір, өйткені, себебі, неге десеңіз деген сөздер арқылы, дәлелдеу, сондықтан, сол себепті, демек деген сөздер арқылы және қорытынды. Енді осыны пайдаланып, осы сызбаны пайдаланып пайымдау мәтінін құрастырып жазайық. Біздің сынып ең үздік сынып, өйткені біздің оқушылар өте тәртіпті және ұйымшыл. Олар әрқашан мұғалімнің сөзін тыңдайды, бір-біріне көмектеседі. Сондықтан біздің сынып үлгілі және бәріне үлгі бола алады. Осылайша өз ойларыңызбен өзгертіп жазсаңыз да болады. Ал мен жазған үлгіні дәптерге қатесіз де әдемі етіп жазып аламыз. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз.